Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздің қарастыратын тақырып жанаманың теңдеуі. Ол не ол жанаманың теңдеуі деген? Y тең f(x) функциясының графигіне қандай да бір абсциссасы x0 нүктесінде жүргізген жанаманың теңдеуі келесідей түрде болады. Бұл жанама вертикаль емес, горизонталь жанама. Осындай түрде болады. f(x0) деген мына осы x0 нүктесін берілген функцияға қоямыз. f(' ол туынды тауып, сол x0 нүктені қоямыз. Сонда бізде бір дүзу шығады. Жанама ол бізде білеміз дүзу. Енді байқасаңыздар, мысалға айталық, мынау бізде бір график, соның бір нүктесіне біз жанама жүргіздік. Жанама ол не болады? Жанама ол дүзу болады. Осы дүзудің теңдеуін тауып беретін формула осы. Ары қарай, мына дүзу егер y тең kx плюс b дүзуі абсцисса осімен қиылысатын болса, x пен қиылысатын болса, және мына y тең f(x) функциясының графигіне x0 нүктесінде жүргізілген жанама болса, онда бұл дүзудің абсцисса осінің оң бағытымен жасайтын бұрышы альфа келесідей теңдікті қанағаттандырады. Бұдан біз не түсіндік? Мысалға бізде мына барлығымыз білеміз x осі және y осі бар, x осі бар және y осі, мына x осі болсын. Жаңа біздің жанамамыз осы x пен қиылысып бір бұрыш жасайды. Сол оң бағытындағы бұрыш, сол жағындағы емес, оң бағытындағы бұрыштың альфаны тауып беретін формула деп аталады. К деген ол бұрыштық коэффициент. К деген бұрыштық коэффициент, ол не ол? Мына дүзудің x-тің алдында тұрған сан. Байқасаңыз. Ал енді қараңыз, ол x-тің алдында тұратын сан қайдан шығады? X-тің алдында ол мынау тұр. Мынау бізде k. Мынау k. Туындыны тауып x0 сол туындыға қойған кезде бізге k шығады. K деген бұрыштық коэффициент. Ал ол тангенс альфаға тең. Сонымен біз мына графикке, кез келген графикке жүргізілген жанаманың дүзуінің формасын табатын формуланы өттік, және осы бұрышты табу теңдігін өттік. Осыларға енді есептер қарастырайық. Міне бір формула, және осы теңдіктерді біз білу керекпіз. Мына жаттау қиын емес, k деген мынадан шығып тұрған зат. Есептер қарастыратын болсақ, бірінші есеп, бізге бір функция берілген, осы функцияның графигіне абсциссасы x0 минус 1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. Жанаманың теңдеуінің формуласын біз алдымызға жазып қояйық. Бізде ол былай болды. Жанаманың теңдеуін жазыңыз, ол формуласы осылай болды. f(x0) деген сөз, f(x0) бізде минус 1, сондықтан минус 1-ді қоям. f(-1) ешқандай штрихі жоқ. Мына берілген функцияның x-терінің орнына сіз мына минус 1-ді қойып шығасыз. Әдемілеп қойып шығамыз. Минус 1-дің кубы, барлығын жазып, минус 1-дің квадраты, минус 1, минус 1. Басқа ештеңе өзгермейді, таңбалар өзгермейді, сандар өзгермейді, тек x-терінің орнына минус 1-ді асықпай қойып шығамыз. Ары қарай тек қана дұрыс есептеу. Минус 1-дің кубы минус 1, 5-ке көбейтеміз, минус 5. Квадрат минусты жояды, 1, 4-ті 1-ге 4, ештеңе өзгермейді. Минус 3-ті минус 1-ге минус 3. Минус 1. Сонымен бұл болады минус 13. Минус 13. Бұл наны біз тауып алдық. Келесі бізде f(x0) штрих ол бізде туынды, бірінші туынды тауып алайық функциядан. Туынды асықпай тауып аламыз. Туындыны жақсы білу керекпіз. 3 алдыға түседі, 5-тің қасына сөмен 15 x-тің квадраты минус 8x қосу 3. Туынды тапқаннан кейін x0-ді қойыңыз дейді. f(' дейсіз. x0-ның орнына минус 1-ді қоям. x-терінің орнына минус 1-ді қоям. x-терінің орнына мына жақта минус 1. Минус 1-дің квадраты ол 1, 15 өзгермейді. Мына минус мына жерде плюс қылып жібереді. Сонымен осындай бір сан шықты, бұны қосамыз, неше болады?
23, 26 болады. 26. Енді бізге бар болғаны мынаны жазу керек. Y тең болады. Бастайсыз. Мына жерге мен не қоям? Ол жерде менде минус 13 шықты. Қосу, қараңыз. Фат x, мына жерге бізде 26. X-ке тиіспейсіз. X нөлевой ол бізде міне бар, минус 1. Нәжеге келіп минус 1-ді қойғанда, ол мына минусты плюс қыл жібереді. Бұл мен есеп біткен жоқ, ары қарай ашып түрлендіру керек. Түрлендіру жасаймыз. Ақшамдаймыз. Ақшаларды ашам. X-ті бірінші жазып қояйын. Рет бойынша. Минус 13-ке 26 қоссаңыз 13. Сонда жауабы жанаманың теңдеуі 26x қосу 13. Осылай түзудің теңдеуі шығады. Бар болғаны осы. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Барлығы міне көрсетілді. Мынаны қалай табамыз? Мынаны қалай табамыз? Ары қарай түрлендірулер. Сонымен бұл жанаманың теңдеуін табу жолы. Екінші есеп. Тағы да бір функция берілген, x нөлевой нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін. Қайтадан жанаманың теңдеуін жазу керекпіз. Біз үйрендік деп ойлаймын. Бізге не керек? Бірінші f at x нөлевой, біздің жағдайда 0, f at 0. Бұны қайда қоям? Бұны x-тің орнына қоям. Берілген функцияға қоям. Косинус 0 градуста ол 1-ге тең. Болды. Келесі бізге туынды табу керек. f at штрих деген бар. f at штрих x ол косинустың туындысы ол минус синус x болады. Және бұл күрделі функция, байқап тұрсыздар, косинустан туын тапқаннан кейін енді x бөлінген 3-тен туын табасыз. X бөлінген 3-тен туын табасыз. Күрделі функция. Сонда 3-тен 1 x қоям, 3-тен 1 x. Сонда 3-тен 1 шығады. 3-тен 1-ге тиіспейсіз, то есть x-ің туындысы 1 деген сияқты. Туындыны таптық. Енді не істейміз? Осы туындыға жаңағы мына нүктені біз қоямыз. X-тің орнына міне әдемілеп қойып шығамыз. Синус 0 градус. Синус 0 градуста ол 0 деп береді. Сонымен мұның барлығы 0 болып кетеді. Сонда біздің жанаманың теңдеуі f at x-ні мынау жазасыз бірінші. Плюс мына жерде 0, да? Мұның барлығын жазу 0, мұның барлығын 0 қылып жібереді. Сонда бізде не қалады? Тек 1. Y-тен 1 ол жанаманың теңдеуі болып шығады. Осындай жауап. Қайтадан жанаманың теңдеуі, қайтадан өзіміздің осы білімді өзімізге нықтап алу үшін бірнеше мысалдар берілген. Дұрыстап қарайық. Бірден бастайсыз, жанаманың теңдеуін сұрады ма? Бірден f at 3. Сізге x нөлевой беріліп тұр, соны бастап қайыққа қоям, x-тердің орнына қойып шығамыз мұқият. Асықпай қойып шығамыз. Есептеулер жасаймыз. 6-тан 2 аламыз. Қосамыз. Бір сан шықты. Сонымен келесі кезекте біз не табамыз? Туынды табамыз. Мына функцияның туындысын қалай табамыз? Ол бізде u бөлінген v. Есімізге түсірейік, u бөлінген v формуласы бар бізде. Ол қалай еді? u бөлінген v. Мына жерге жазып қояйық. v квадрат u штрих v минус былай, Вот, мынау формула. Сонда v квадрат ол бөлімінің квадраты. u штрих деген мынадан туын табасыз. Мынаның туындысы 2 болады, Қасына мынау бөлімі жай жазылып тұрады. Минусы керісінше мынаны жазамыз да, жақшамен жазыңыздар, өйткені мақта таңбалар маңызды. Бөлімнен туын тапқанда ол 1 болады, көбейту 1-ді. Жазбай қойсақ та болады. Соны мен жақшаны ашып жатырмын. Жақша ашқан кезде мына таңба өзгереді. Соның барлығын назарға ұстау керекпіз. Таңбадан қателеспеу керекпіз. Так, 2x азайту 2x кетейін деп тұр. 2-ге 2 қоссаңыз 4. Енді бұл бізде туынды, туындын тауып алдық әдемі. Енді біз не істейміз? Осы туындыға, қараңыз, туындыға x емес, енді x нөлевой 3-ті қоясыз.
x-тің орнына 3-ті қоям. Так, 4. 4-тің квадраты ол 16. Қысқартсаңыз 4-тен 1. Сонымен y-тен болады. Жанама теңдеуін жазатын кезде біз мұнаны жазамыз. 1 плюс туындыны қойған кезде шыққан мән x минус x нөлевой ол бізде 3-ке тең. Осылай қалдырып кетпейміз, ары қарай ықшамдаймыз. Жақшаларды ашасыз, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сонда x-ті бірінші жазамыз, 1 азайтылған 4-тен 3 ол 4-тен 1. Сонда жауап мынау бізде не болды? Жанаманың теңдеуі, түзуінің теңдеуі шығады. Kx плюс b. Жақсы. Барлығы ұқсайды есептер бір-біріне. Келесі 4-ші есеп. Функцияның графигіне x нөлевой 2-1 нүктесіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз. Бұл жақта бізге теңдеу керек емес. Жаңаның барлығын жазып тең болады. Жанаманың теңдеу керек емес. Бізге не керек? Бұрыштық коэффициент. Бұрыштық коэффициент деген ол k. Түсінікті ма? K деген не ол? Ол мына y-тең kx плюс b деген жанаманың теңдеуіндегі мынау k, сол k-ның аты ол бұрыштық коэффициент. Оны табу үшін біз жаңа формула болды. Туынды тауып, x нөлевойды қоя саламыз. Бар болғаны осы. Артық ештеңе керек емес. b керек емес бізге. Сондықтан бізге бірінші туынды керек мына функцияның. Так. Минус. Бұлай. Осыдан туын табайық. Мынаяқтан шатаспаймыз. Минус 3-тен 1 деген санды шығар жібересіз. X-іне 3-тен 1, X кубтың туындысы ол 3x квадрат. 3-тер қысқарайын деп тұр. Сонда бізде қалады минус x квадрат. Туындыны тауып алдық. Енді біз не істейміз? Туындыға мына 2-ден 1 деген мәнді қоямыз. X-тің орнына қоясыз. 2-ден 1-ді дұрыстап қойып, жақшамен квадраттаймыз. Сонда естеріңізде болсын, квадрат мына минусты жоймайды. Ол өйткені минус жақшаның сыртында тұрған минус. Сондықтан минусты жоймаймыз, ол сыртта тұр. 2-ден 1-дің квадраты қалай? 1-дің квадраты 1, 2-ның квадраты 4. Сонымен біз не таптық? Біз k-ны таптық. K деген бұрыштық коэффициент деп аталады. Бұрыштық коэффициент. Есептер тек қана осыны сұраса, осымен тоқтайсыз, болды, осымен шектелеміз. Ары қарай кеттік. Қайтадан бізге бір функция берілген, x нөлевой нүктесі берілген, жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз. Мысалға жаңа біз түсіндірдік, мына бір x осі, y осі болса, жанама айталық, мына бізде бір функцияның жанамасы кетті ғой. Сол мына жеріндегі бұрыштың альфасын тауып береді. Тангенсін тауып береді. Ол не тауып береді? Оны тангенс альфа дейді. Ол неге тең? К-ға тең дейді. К деген жаңағына таптық, біз бұрыштық коэффициент. Бұрыштық коэффициентті табу үшін біз не істейміз? Туынды тауып, жаңа x нөлевой деген нүктені қойсақ, үшеуі бір-біріне тең. Үшеуі бір-біріне тең. Жақсы, сонда біз туындыға көштік. Тангенс x-ін туындысы. Ол 1 бөлінген косинус квадрат x. Бұл формула. Келесі. Туындыға біз π бөлу 6-ны қоямыз. Беріліп тұрған π бөлу 6-ны қоямыз. 1 бөлінген косинус квадрат π бөлу 6. Π бөлу 6 деген 30 градус. Косинус 30 градуста ол неге тең? Түпірасты 3 бөлу 2. Кестеден қарап аласыздар. Квадрат болғаннан кейін бізде мына бәнді квадраттаймыз. Түпірасты 3-тің квадраты 3, 2-нікі 4. Бұндай осы этаж болып тұрған кезде біз істейтін едік. Ең соңғы бөлімдегі ол алымына шығып кетеді. 3-тен 4. Сонда біз жазамыз. Тангенс альфа бізге 3-тен 4-ке тең. Болды. Жауап осы. Бізге қараңыздар, бұрыштың тангенсін табыңыз дейді. Біз тангенсін таптық. Бұрыштың өзі керек емес. Жақсы, осылай тоқтаймыз. Келесі есепті оқып алайық. А-ның қандай мәнінде осындай бір түзу функциясының графигіне жанама болады дейді. Осындай есеп. Мына жерде қандай сан болса, мына түзу анаған жанама болады деген сұрақ. Енді ойланамыз, жанаманың теңдеуі кезінде біз формуласы былай айттық. f от x нөлевой, f от
x нөлевой штрих. Так. Бұл бізде жанаманың теңдеуі. Енді қарасаңыз, осы теңдеу тең болады, бізге былай айтып тұр. Тең болады, былай дейді. Мынау жанаманың теңдеуі, және мына түзу жанама болады. Бұл да жанаманың теңдеуі. Енді қараймыз. X-ның алдында не тұр? X-ның алдында минус 22 тұр. То есть, мына жақта X-ның алдында тұр, X-ның алдында мынау тұр. Сонда қараңыз, f от штрих x нөлевой, ол минус 22-ке тең деген сөз. Түсінікті ма? Біз мынаны білмейміз. X нөлевойдың қандай сан екенін білмейміз. Бірақ біз білетініміз X-ның алдындағы мына бұрыштық коэффициент, ол мынаған тең екенін білеміз ғой. Сол екеуін біз не істейміз? Теңестіреміз. Сонда қараңыздар. Мынадан туын табайық. Мынадан туын тапсам мен. Бірден 6x минус 4. Дұрыс па? Туынды таптым. Сол минус 22-ке тең деп есеп айтып тұр. Сонда біз мынадан нені табамыз? 6x тең минус 18, x тең минус 3. Бұл x нөлевой деген нүктені біз не істеп алдық? Тауып алдық. Алдыңғы есептерде x нөлевой берілетін болса, мына есепте біз өзіміз оны тауып тұрмыз. Табу жолы міне. Ары қарай бізге мынау керек, мынаны қалай табамыз? Бұл деген сөз, ол мына берілген функцияға мына x нөлевой нүктесін апарып қою деген сөз. Сонда мен апарып қоям, минус 3-тің квадраты минус 3 минус 2. Так, 9 3-ке 27, мына екеуі плюс 12 минус 2. Сонда жауап 37. Мынау 37 деген сан. Қайта мен жазам, y тең болады. Мынау менде 37-ге тең болып білесіз. Мына жер бізде о бастан минус 22. X азайтылған, мына жер неге тең? Минус 3-ке. Апарып қойған кезде мынау плюс болып кетеді. Жанаманың толық теңдеуін қалыпқа келтірдік. Ары қарай мен жақшаны аша жатырмын. Отыз жетіден 66-ны бізге алу керек. Минус 29 болады. Сонда қараңыздар, міне біз жанаманың теңдеуін қалыпқа келтірдік. А-ның орнында не тұр? А-ның орнында минус 29 тұр. А егер минус 29-ға тең болса, біздің түзуіміз ана функцияға жанама болады деген сөз шығады. Байқасаңыздар, осы жанаманың теңдеуіне әртүрлі есептер, бір-біріне кейде бұрыш сұрайды, кейде бұрышты коэффициент сұрайды деген сияқты әртүрлі болып жатыр. Мына жақта не сұрап жатыр? Функцияның графигіне жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсі 0-ге тең болатын нүкте. Тангенс деген ол, қараңыз, тангенс альфа ол 0-ге тең дейді. Тангенс альфа 0-ге тең болатын нүктені. Нүкте деген ол не? Ол x нөлевойды бізге сұрап жатыр. Қандай нүктеде мына жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсі 0-ге тең болады деп бізге сұрап жатыр. Мына x нөлевойды сұрап жатыр. X нөлевойды табуды біз алдыңғы есепте қалай екенін көрсеттім. Дәл сол сияқты тангенс альфа біз бұрыннан білеміз, ол неге тең? К-ға тең. К неге тең? Ол f от штрих x нөлевойға тең. Сонда ана тұрған функциядан біз не тауып аламыз? Бірінші туынды тауып аламыз. Не? Қандай формула? Ол u бөлінген v деген формула. Квадраты. Мынаның туындысы өзі шығады. Қасына көбейтіп қойып қоямыз. Азайту мынаны жазамыз да, көбейту мынаның туындысы 1. Туындыны біз таптық. Келесі кезекте осы қараңыз, туынды ол 0-ге тең. То есть x-тердің орнына x нөлевой деген санды қойған кезде ол 0-ге тең болады. Сонда қараңыз, f от штрих x нөлевой, x тұрған жерлерге мен x нөлевойды жазып шығамын. Міне. Барлығына біз не қойып жатырмыз? X нөлевойды қойған кезде ол 0-ге тең болады деп есептің өзі айтып тұр. Ары қарай бөлшекті 0-ге теңестіргенде біз білеміз, оның алымын 0-ге теңестіреміз, бөлімін қарамаймыз. Алымын 0-ге теңестірген кезде енің x нөлевой дәрежесі мен жақын сыртына шығарып жіберіп жатырмын. Сонда x нөлевой минус 1. Мынау оң сан дәрежесі ол 0 болмайды, ешқашан. Сондықтан мына жақшаны мен жұмыс істеп кетемін.
сонымен бізге сұраған x0 нүктесін біз таптық. Қалай таптық? Вот барлығы түсіндіріліп айтылды. Сонымен біздің келесі есеп. Біздің сегізінші есеп келесі. Бір функцияның графигіне x0 3 нүктесіне жүргізілген жанама мен x осінің оң бағытындағы арасында бұрыш, біздің альфа деген бұрышты сұрап жатыр. Бұрышты табу үшін бізге қалай табамыз? Оған бізге мына формула көмектеседі. Бұрыш ол мына жерде жүр, тангенс альфаның қасында жүрген бұрыш. Туынды тауып x0 нүктесін қойсақ, сол тангенс альфаны тауып береді. Тангенс альфа болса, онда біз ары қарай альфаны таба аламыз, бұрыштың өзін таба аламыз. Жақсы, бірінші туынды табуға кірісейік. x0 емес, f от x туынды, біздің функция 3-тен 2, қарасаңыз, x-тің 1 дәрежесі, x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Көбейту кезінде негіздер бірдей болса, дәрежелер қосылады. X-тің 1-ге 2-ден 1 қоссам, мен 2-ден 3 деген сан аламын. Соны туын табамыз. Мына санға тиіспейміз, дәреже алдыға түседі. Дәрежеден 1 азайтам. Міне, қысқарып, x-тің 2-ден 1 деген дәрежесі қалады, ол не деген сөз? Түбірасты x. Ана функцияның туындысын біз асықпай тауып алдық. Енді не істейміз? 3 деген мәнді осы x-тің орнына қоямын. Түбірасты 3. Сонымен тангенс альфа, қараңыз, туынды қойып x0 қойғанда мән, ол тангенс альфаға тең. Кестені ашамыз. Тангенс қандай градуста түбірасты 3 деген мәнді береді. Ойланамыз. Ол бізде тангенс ол синустың косинусқа қатынасы болса, пи бөлінген 6, 30 градус. Жоқ, 30 градус емес, 60 градус болады. Пи бөлу 3, 60 градус. Тангенс түбірасты 3-ті береді. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз жанаманың теңдеуі өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.